Сізді алып тастаса, ол үшін ешкім жауап бермейді дейді. Себебі билік мүдделі дейді, оны жасыру үшін. Бұл не үшін не етіп жатыр, мына бейнені тыңдаңыздар. У вас есть, подумайте хорошо. У вас нету права. В Казахстане могут убить и остаться безнаказанным. Как недавно заявил генпрокурор, силовики имеют право стрелять без приказа. Вот буквально так и понимаете. Если вы выйдете на улицу и вас застрелят, за это никто не ответит, потому что власть заинтересована в том, чтобы это скрыть. У вас нет права на жизнь. Вы живете в опасном, как минимум, в Алмате городе. Я это опять вам заявляю, как человек, который через это проходит ежедневно. Мінеки, 19 секундтан бастап, мына пропагандист, мына якорьлеп жатыр. Мында бір түсінік бар. Якорит деген адам санасына былай кіргізіп біліп қояды да, ой, қалу керек сол жерде. Мінеки, сізде өмірге қақыларыңыз жоқ. Сіз қауіпті жерде өмір сүресіз. Бұл не үшін жасалып жатқан жұмыс ағайын? Мен естеріңізге салайын тағы да. Былтыр 2022 жылдың қаңтарында мынау Кремльдің жаңағы өкілдері арнайы операция өткізгеннен кейін мен 7 қаңтар күні мен не бердім, сараптама бердім. Мына қаңтардағы көтеріліс халықтың оны толық ұйымдастырды Кремль. Басынан бастап өздері ұйымдастырды. Жаңағы бір жыл бұрын кем дегенде жоспар құрды. Мынау 2 қаңтар күні мұнайшылар Жаңаөзенде шыққан, олар ФСБ, Кремль жаңағы ФСБ Кремль арқылы мына жастарды шығарып, газ бағасы көтеріліп кетті, сосын жұртты бірліктіріп, сосын мінекей 2-сі, 3-і, 4-і қыздырып, мен дәлелдедім, жақында анализ жасатып, 13 қаңтар күні бір жыл өткеннен кейін, арнайы операция біткеннен кейін, қоғам қайраткерлері, азаматтық қоғам мүшелері, оның ішінде Жанболат Мамайдың рөлі, Алматы аренаға шақырып, сол жерде бандиттермен басын біріктіріп, сол жерде коктейль молотов құрастырып, алаңға шығарып, сол жерде жаратындай қылып жолда бағып бар. Абзал Құспанның рөлін айттым. Павлодарда тағы да бір нелерді осындай биліктің қолшоқпарларын мінекей. Сөйтіп, бұл ФСБ бұл операцияны өткізді, және де бұл олардың өткізген арнайы операциясы көп мақсаттарды көздейтін жұмыс болды. Ең бірінші солай халықты біріктіріп, алаңдарға шығарып, провокация жасатып, жаппай заң бұзушылық ұйымдастыру керек. Бұл жерде ұлттық ФСБ, СВР, служба внешней разведки, ұлттық қауіпсіздік комитеті, біздің ішкі істер министрлігі, біздің жаңа сатқын чиновниктер бәрі қатысып, адамдарды алаңға айдады. Мінекей, жаппай шықсын деп, бірнеше 10 мың шықты. Сол апогей болғаннан кейін, сосын кезекті фазаны кірісті. Мыналар айтады, арасынан кіріп кетті, маргиналдарды заң бұзушылар. Жоқ, бәрі жоспарланған, ешкім арасына кірген жоқ, бәрі сценариймен өтті, Кремль сценариймен өтті. Міне сөйтіп, Кремль жаңағы халық шығарғаннан кейін адамдарды алаңға алып барып, Алматыда 4-5 қаңтар күні қан төгіс жасатып, бәрін өртеп, мың дүкенді сөйтіп көрініс жасап, Қазақстанда жаппай заң бұзушылық деп Тоқаев сосын сценарий бойынша бірінші мына кім оның пул мүшесі Тоқтар Обакиров сөйлейді, қоғамның атынан үндеу жасатып, мынау масқара болды, Алматымыздан айырылып жатырмыз, мынау басқа адамдар әкелмесек, әскери шетелден қазақтар атпайды қазақты деп бәріміз естідік қой. Ол бәрі дайындалған, жоспарланған. Тоқаев ол мінекей халықтың өкілі, жақсы көретін халықпен, халық жақсы көретін космонавт, сол халықтың үнін жеткізді, мұнын жеткізді деп, бізде мүмкіншілік жоқ деп, онда ОДКБ-ға шағымданған деп, аналар күтіп отқан сияқты. Әрине олар күтіп өтті. 5 қаңтар күні Пашинян қол қояды да, сол күні самолеттер жіберіп келеді да, ап деп жаңағы Тоқаевты, мына Кремльдің өкілдері әдейі жаңағы, мен сөйлеп жатырмын қазір, былай өзім ешқандай оқып жатқан жоқ. Ал негізінде бұл жерде не болады? Суфлер, сөздер. Соны Тоқаев оқып берді, Кремльдің жазған сөздерін. Даю приказ на стрелять на поражение без предупреждения деп, мінекей. Сөйтіп, Путин оны былай қолын байлады өзімен жаңағы қанмен батырды. Сөйтіп, келетті халықты қырады, мінекей, бірнеше жүз. Ол үшін жаңа алдында дайындады, бәрін қыздырды, шығарды, биліктер өздері. Халықты қырып, жазалау операциясын өткізді. Жазалау операциясы, анау 1920 жылдары біздің аталарымызға қарсы орыстар келіп